Жыл басына таласқан хайуандар. Бұрын ерте заманда хайуандар жыл ағасы болуға таласыпты. Сонда жылқы тұрып: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сиыр: адам егін ексе мені жегеді, сүтімді ішеді, қортмай істейді. Жыл басы болу маған лайық дейді. Қой: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен қортмай алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ дейді. Ит: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін дейді. Тауық: мен болмасам, адамдар ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрады да бір түрлі қулық ойлап жиылған көпке: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері қарап тұрғанда түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қостап, бәр қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды елемепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.